Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін таңғы асқа арналған бананды панкейктердің рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін біз ең алдымен ыдысқа бір жұмыртқаны жарып аламыз. Және үстіне қант қосамыз да венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне сүт құямыз және күнбағыс майын құямыз. Және де венчикпен тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң електен өткізілген ұнға жарты қасық сода немесе қопсытқыш қосамыз да 2 немесе 3 бөлікке бөліп салып араластырамыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластыру қажет, себебі біздің ұнымыз түйіршік болып қалмау керек. Жақсылап араластырамыз. Енді араластырып болған соң 2 бананды ыдысқа саламыз да шанышқының көмегімен езіп аламыз. Бананды толықтай езіп болдым. Енді оны біздің массамызға саламыз. Барлығын саламыз толықтай және де венчиктің көмегімен тағы да жақсылап араластырамыз. Осы орайда қызып тұрған табаға ожаудың көмегімен панкейктерді құямыз. Яғни біздің массамызды құйған соң бізде панкейктердің бейнесін келтіреміз. 1-2 минуттан соң келесі жағын аударамыз. Толықтай барлық жері пісуі керек. Осылай видеода көрсетілгендей. Мен де барлығын осылай пісіріп алдым. Толықтай пісті. Барлық жері өте керемет, өте әдемі болды. Міне қазір ортасын бөліп көрсетейін сіздерге. Өте әдемі әрі барлық жер толықтай пісті. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте таптырмайтын таңғы астардың бірі. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.